Ассалаумалейкум, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын каттаанчылары. Кезекте ошол сектор 1деги япошкаларды көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүн 30 октябрь 2021 жыл, авторунок Бишкек, Риом унаа базары. Бишкек кабар YouTube каналга жазылганды унутпаңыздар, лайк басып, комментарий калтырып, биз менен базар баасын билип туруңуздар. Биз сиздер үчүн кызматтабыз. Бул жерде ушул японец Toyota Ista машталы, кара түстө, 2002 жылкы 1.5, баасы $5100. Не канал сен? Бишкек кабар. Бишкек кабар YouTube каналы. Алдынан тарт, артынан тарт, какталып. Канча болот бака? Биринчи боло турган баасын билечи. 4-9 болот. Болушу. Эмне жумуш бар бака? Жумуш эч нерсе жок, толк айдайсың. Толк айдайсың. Толк айдайсың. Дөңгөлөктөр дагы ойлонбой көздү жумуп айдай берсе боло турган экен, э? Кыштан чыгып кетет. Передний да бул, э? Передний экен. Дөңгөлөктөрү кышкы, жумушу жок дейт, 4-9. $5100. Андан кийин Estima 2003 жылкы 3 объем автомат, газ, бензин, 195 000 км жүргөн. Баасы $8300. Bunun азыркы учурда дөңгөлөктөрү жайкы, объем 3. Honda Serve, экинчи козов, японец оңурулду, түсү көк түстө, бирок коробкасы механика, 2003 2 объем, баасы $6000. Кийинки бул жактагы унааны көрсөтөбүз туугандар, Toyota Alphard кыргыз номерде, 2003, газ, бензин, коробкасы автомат, 3 объем, баасы $12500. Салон көрпөлү, монитору бар, задний камерасы көрсөтүш керек. Анын потологу кара түстө экен. Газдын турган жерин дагы көрсөңүздөр болот. Астында туруп буларды, артыңкы бамперинде парктроника бар. Кийинки бул жерде Toyota Aristo автоунаасы. Кагаз жок экен да, брат, Жыл кайсы? Ал жакта барбы? Кагаз бар. Мындай эле тартып койгон бияктан. Так, жылы 2001, 3 объем, состояниясы жакшы. Жумушу жок дейт, $7600 баасы. Мына ушул 2 номерге чаласыздар. Состояниясы пробег канча болуп калды? 180 000 км жүргөн. Кийинки бул жерде дагы бир малолитражка автоунаасы Nissan Coupe 2003 жылкы 1.4, баасы $4600. Номери 704 44 24 02 деген номерде. Mazda Demio автоунаасы күмүш түстө, 2003 1.3, коробка автомат, баасы $4100. Дөңгөлөктөрү кышкы. Assalamu alaikum. Пробег 230 000 км жүргөн. Бишкек кабар. Бишкек кабар YouTube каналы 260 000 катталуучусу бар. 5 жылдан бери базар баасын тартат. Сомго эсептегенде канча болот болушу? 3-9 берип атабыз, бирок сом жагынан билбейт канча. Эсептеп көрүш керек экен, чалгыр. Долларга эсептегенде $3900 беребиз дейт. Ушул Mazda Demio. Кийинки бул жерде жакшы абалда Toyota Ipsum күмүш түстө, рестайлинг 2003 2.4, жумушу жок дейт, 126 000 км жүргөн, баасы $8800. 2 номери бар, дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салонду ачып көрөлү. Монитору бар, отуруштары ушундай велюр. Потолоктагы башка автомобилдарга салыштырмалуу такси болгондугу байкалбай эле турат, такси болгон эмес, состояниясы жакшы. Артында парктроники бар. Андан кийин бул жерде ушул Армениядан келген Honda Step'ти көрсөтүп кетели. Honda Step түсү ак түстө. Бuyakta satıldı mı ki? Ya. Satılıp ketти. Мында тартпаны коюп. Дөңгөлөктөрү кышкы Армениядан келген дейт.
Бұл жерде Альфард бар екен. Абхазиядан келген. Жылы 2007, көлемі 3. Көлемі 3, басы $9.900. Байланыш номері. Салон мындай көріп қоялы. Задний камера көрсетті. Бар. Пробег қанша болып қалды? 147 мың километр жүріп тұр. Артыңғы бамперінде парктроник дағы бар екен. Бұл жерде болса, ушыл әлі Альфардтың Россиядан келген дағы бар екен. Альфард жылы 2005, көлемі 3, газ бар екен, 210 мың километр жүрген, басы $9.200. Toyota Альфард. Бұны әлі алдынан бір көріп қойлы әке. Пробег қанша қалды әке? 210 мың километр жүрді деді. Мұшындай Альфард. Россиядан дағы, Абхазиядан дағы келген Альфардтағы назарға шығып тұр. Бұл жақта Toyota Vendom 2001 жылғы, көлемі 3, коробка автомат $6.500. Бұл Vendom'дың есі азыр қаяқты екен, әлі сыртынан тартып қойылы. Мониторы бар, задный камерасы бар. Артыңғы багажтың үстінде спойлері дағы бар екен. Жақша балда. Бұл жақта Honda Stream, күміш түсті. 2005 жылғы, 203 мың километр жүрген, 1.7 автомат $6.500. Абсолют рестайлинг. Дөңгелектері қышқы. Toyota Altezza Geta Universal 2004 жылғы, 190 мың километр жүрген, көлемі 2, беміз мотор, басы $6.500. Toyota Altezzaның салоны. Салонны велюр деп қойшы өлі? Велюр деп қойау? Велюр, Toyota Altezza Geta қызуында мынадағы жұмысшы жоқ екен, жақша болды. Кейінгі Toyota Oppa ақ түсті, дөңгелектері қышқы. Жылы 2004, 1.8, басы $6.000. Оң крылосыны жасаш керек екен, біраз түс өзгеріп қалып тұр. Subaru Outback қара түсті. Бұл жыл қайсы? 2005 жылғы. 2.5, 3.5, 2.5, басы $6.800. Дөңгелектері қышқы. Пробег қанша қалды? Салып көргелі, Пробег 232. 230 мың километрге 1000 километр қалып тұр. Состояниесі жоқшы. Онан кейінгі автона бұл жақта Odyssey'ді да тарталыш. Қағаз бары бәкі? Odyssey. Жыл қайсы? 2002 ме? 2003. Газ бар екен, дөңгелектері қышқы. Қаншада дасы? 6,5. Қайсы номерге чалыш керек клиенттер? 0705 59 00 90. 59 00 90. Honda Odyssey. 1 минут алыстау тұрастар. Мұшыл жердегі мыналарға жетіп олалы. Мұна стрим сатылбайды шөп, қағазы жоқ екен. Бияқта тағы бір Odyssey. Коробка автомат. Реальный клиенттерге сөйлешеміз деді, $6.300. Ақ түсті Toyota Caldina'ны көрсетейін. Дөңгелектері қышқы, жылы 2003, объем 2, родная краска, бірінші хозяин екен, бағасы $5.800. Ешігі ашық, қырғыздың ойма чемелерменен жасалған чехолдарды кигізіп қойып тұр, жақсы қылып. Коробкасы автомат. Дөңгелектері GoForm фирмасы протекторы жақсы.
Toyota Merit Sienta avtonасы 2003 1.5 автомат 220 000 км жүрген, бағасы $5,500. Дағы бір Honda Fit 2002 1.5, бағасы договорный деп жазып қойып тұр. Номері бар. Çalып сөйлесеңіздер болады. Кейінгі дағы бір Fit ақ түсті. Жылы 2004 1.3, бағасы $5,500. Басы $5,500, салонны көріп қойлы. Ondan кейін бұл жерде Toyota Funcargo автонасы тұрады, түсі ақ түсті. Жылы 2003 1.3, басы $5,000. Бұл жерде Honda Step RF 1, 98 жылғы, 2 объем, газ, бензин, автозавод бар екен, бағасы $5,200. Дағы бір күміш түсті Toyota Est автонасын қосат кетелі, салоны. Жылы 2003 1.3, коробка автомат, газ бар екен, газ установка болған, бағасы $5,400. Кейінгі бұл жерде Toyota Camry 2001 жылғы 2.2 автомат $6,800. Номері бар, çalып сөйлесеңіздер болады. Ошол Camry'ндағы көбі мақтап кетішеді, жақсы автона деп. Қызыққандар көп болушы керек. 2.2 объем. Дағы бір RF 1, түсі ақ түсті, кузов жақсы. Жылы 2001, 2 объем, бағасы $5,500. Байланыш номері. Азыр ээсінің сұрап көрелі, ээсі қаяқта қалды. Салоны жақсы болды. Потолоктағы жақсы екен. Отырыштары дағы жақсы болды. Бұл жақта Honda Accord ақ түсті. Жылы 2002 1.8, 168 000 км жүрген, бағасы $6,900. Үшілелі Аккордтың кейінгі кузовы Honda Accord универсал 2.4 объемды, моторы 2.4 екен. Жылы 2003 автомат, состояниясы өте жақсы, бағасы $6,700. Honda Accord универсал. Бұл жерде ұшыл ақ түсті Honda Stream автонасы сода болып жатады құшет. Мұнайлы тартып қойылшы. Дөңгелектері қышқы, абалы жақшы. Салоны, мониторы бар екен. Задний камера қашты екен? Задний жоқ. Задний жоқ. Қағасы мұнда қылып қойыз, мияқтан тартып қойын. Қағас 2002 объем, коробкасы автомат, басы $5,500. Нашыл нөмірге байланышқа шығыш керек. Моторын көрелі. Азыр бұл жерде қордалар көріп отқан жоғышет. Біз бұл чарышыңызды жентіп қайыз, құрметті достар. Азыр екінші бөлік башталады, ушул жерден аласылай тұрыңыздар.